Қазір көп адам энергиямен жұмыс жасайды. Оның негізгі әдістерінің бірі медитация болып табылады, визуализация жасау, аффирмация айту, тіпті намазға тұру, тахаджудқа тұрудың өзі де энергиямен жұмыс болып табылады. Шүкіршілік жазуда, бірақ соған қарамастан сенде өміріңде ақша көбеймейді, табысың өспейді, жағдайың өзгермейді. Неге энергия көп, бірақ ақша жоқ, нәтиже жоқ? Адам осы сұрақтың себебін түсінбейінше, оның өмірінде қанша жұмыс жасаса да ешқандай өзгеріс болмайды. Ақша потогын ашамын дейтіндер өте көп, бірақ ақша потогын ашу деген бір энергияға, бір каналға тіреліп тұрған жоқ. Адамның бойындағы, мынау аурасында, денесінде 5 блок болады. Осы 5 блокты білмейінше, осы 5 блокты шешпейінше, ақша потогын ашу мүмкін емес. Егер сен өзіңнің қандай блоктарын бар екенін білгің келсе, және оны шешуді үйренгің келсе, сенің қалаңда ақша потогын жабатын 5 блок және космоэнергетика құпиялары атты бір күндік трансформациялық сабақ өткіземін. Қатысу үшін төменге космо деп жаз.